Баршаңызға қайырлы күн. Мен арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ләззат. Достар, бүгін біз өте оңай жасалатын дәмді торт жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші жұмыртқамызды ағарғанша көпіртетін боламыз. Енді сары май мен сгущенкамызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Електен өткізіп алған ұнымызға қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып, екі бөлікке бөле отырып қосатын боламыз. Жасалуы өте оңай әрі дәмді болады. Тапсырыс бермей-ақ үйде балаларыңыздың туған күніне дайындап берсеңіздер болады. Пергамент қағазына дөңгелектеп сызып алсаңыздар да болады, болмаса жобалап алып, осылайша жайып шығатын боламыз. Қалың етпей, осылайша жұқалау етіп жайыңыздар. 200 градуста 8 минуттың жобасында пісетін болады. Менде барлығы 8 коржық дайын болды. Мінекей осылайша ақшыл қызыл етіп пісіріп аламыз. Енді бетіне қажетті жиектеріне вафельді қытырлақтар жасайтын боламыз. Ол үшін маған жұмыртқаның ағы керек. Оған қант ұнтағы мен сары май және де ұн қосып барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Енді дайындап алғаннан кейін оны пергамент қағазына жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. 2-3 минутта тез ақ пісіп шығатын болады. Және де мұның алынуы өте оңай. Осылайша өзі бөлініп алынады. Енді біз кремін дайындайтын боламыз. Оған сүзбелі ірімшікті қант ұнтағымен қосып, жақсылап араластырып, одан соң оған сливкиді құямыз. Сливкидің 33-35%-тігін алыңыздар. Сол қою өте дәмді болады. Форманың үлкендігі 26 сантиметр. Енді корждарымызды арасына кремін жаға отырып, бірінен соң бірін орналастыратын боламыз. Достар, көріп отырғандарыңыздай жасалуы өте оңай. Сіздерге де үйде осы тортты жасап көріңіздер дегім келеді. Балаларыңыздың туған күніне де тапсырыс бермей-ақ үйден өздеріңіз дайындасаңыздар болады. Осылайша бірінен соң бірін орналастырып қойғаннан кейін тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Одан соң осылайша босата отырып, бетін жан-жағын тегістеп, вафельді қытырлақтарды жабыстыратын боламыз.
Достар, егер де сіздер мені арнама тіркелмеген болсаңыздар, мені арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде қоңыраушаны басыңыздар. Енді мен осылай қалған креммен бетін әсемдедім. Осылайша барлығын түгел пайдаландым кремнің. Мінекей достар, біздің тортымыз дайын болды. Бетіне кішкене конфеттерді септім, тортқа арналған. Өте дәмді болып шықты. Сондықтан да сіздер де дайындап көріңіздер. Ас болсын, каналыма тіркеліңіз.